Семей мемлекеттік университеті, Алия, Семей. Сәлем достар, кеш жарық ұлттық арнаның көрермендері! Бүгін Жайдарманның туған күні. Ал бізде туған күн иесіне арнайы Семейден сыйлығымыз бар. Естен аға, ассалаумағалейкум. Мынау iPhone 5-ші. Шын құлақтан, шын жүректен. Мынау машинаның кілті, судай жана машинаның кілті. Астана қаласының 3 бөлмелі пәтерден судай жана пәтер сізге. Және ең бастысы кредитті төлейтін график. Әр айдың 29 күні 86 мыңнан төлеп отырасыз. Қалтасынан көк тиын шығармай сыйлық жасайтын семейліктер, біз бастаймыз! Бірінші әзіліміз әскери тақырыпта. Қазақстан қарулы күштері қатардағы сарбаздардың біреуі әнші екен. Алайын қошаметтері жастарға да көндір екен екен! Өмір бойы қарбыз сатқан ағамыз балабақшаға өз баласын алып кетуге келіп тұр екен. Білесіз ғой өз балаңызды? Иә, білем, бірақ тексеріп алайын, е? Осы ма? Пышақ бес тексеріп алайын. Қазақстанның мұнайы. Қазақстанның мұнайы үйіміздегі қымбат тәтті кәмпиттер сияқты. Тек қана қонақтарға арналады. Көптеген америкалық фильмдерде осындай эпизодтар көбейіп кетті. Ұсталдыңдар ма? Біз сендерді мафияларды 3 жыл бойы аңдыдық. Сол 3 жыл бойы сендерді мафияларды ұстауға көмектескен біздің агент Джонни. Біз оған ақша төледік. Рахмет саған, Джонни, тұра бер. Уақас жоқ, Смитти. Бірақ та бұл бизнес. Олар маған 2 есе төледі. Андала боссың. Рахмет саған, Джонни. Уақашы. Бұл бірақ та бұл бизнес. Сен сат кететінді біріп, біз онда сатып алдық. Рахмет саған, Кандела. Бірақ бұл менің туған бауырым. Асықпай ақылдасып алыңдар, қас келем. Солтүстік Қазақстан. Солтүстік Қазақстан кабельдік телеарналар сияқты. 70% орысша.
Қарапайым отбасы таңертеңгі сағат 9. Алло? Алло, сәлеметсіз апай, Ершатты бола ма екен? Ершатты қазір я шақырам. Ершат сені шақырып отыр. Жоқ деш. Ұйықтап отырмын ғой, жоқ деш деймін. Дархан жаңағына шығып кетті. Негізі апай, біз Ершатпен келісіп едік бүгін таңертеңге. Келісік деп отыр ғой бүгін таңертеңге. Түф, анашым, ұйықтап отырмын ғой, жоқ деш енді. Дархан жаңағына есік жабылды міне. Жарай, жақсы болыңыз. Сендерде шешелеріңді осылай өтірік шығып. Бар енді аш есікті. Дарханның кеп тұрған шығар. Кім бұл? Әй, қарыз қайтар мен ғой көріш. Жоқ та жүрсің ғой, жоқ. Шыны керек, жас кезінде қыздар 1-2 килограмм салмақ қосады. Сондықтан да киінген кезде үйде осылай қатты қиналады. Индира, көмектесші! Еркежан өзіме сыймай жатыр. Вау, Альянс семей. Жалғастырамыз. Мұрыны өте ұзын қызбен вальс билеп жүрген жігіт. Бала кезде аналарымыз дүкенге жібергенде осындай жағдайлар басымыздан өткен. Апай, сәлеметсіз бе? Нан бере сабасыз ба? Нан? Қатты емес жұмсағынан беріш. Кеше анам қатты нан беріп қой деп ұрысты маған. Ой, ят болды. Міне, жұмсақтан бүгін ғана келді. Рахмет апай, сосын тоқаш бере салыңызшы. Тоқашында қаттысынан емес жұмсағынан беріш. Кеше анам ұрысқан. Жарайды. Міне, жұмсақ тоқаш мінеке. Рахмет. Сосын шұжық бере салыңызшы. Шұжық дейсің ба? Шұжықтың саған қатысы керек па, әлде жұмсағы керек па? Білмеймін, сұрақ келеш, апай. Мен сұрақ келем. Апай, сұрақ келдім. Анам айтады, жұмсағынан берсін дейді. Шұжықтың жұмсағы, е? Шұжықтың жұмсағының саған халал керек па, әлде пісірілгені керек па? Білмеймін, апай, сұрақ келеш қазір. Сұрақ келе ғой, барамай. Апай, анам үйде жоқ екен, әкемді алып келдім. Сәлеметсіз, сіздің ұлыңыз ба? Білмей қа, сұрақ білеш. Жайдарман әліппе сияқты. Көп нәрселерге үйретеді, әр бетін ашқан сайын қызықты. Сіздермен болған Альянс командасы арнайы Семейден туған күн құтты болсын.